Сәлем құрметті көрермендер. Мен бүгін күріш қайнатпасын емдік мақсатта қолдану рецептісін ұсынатын боламын. Видеоны толық көрмес бұрын лайк басып тіркеліп алыңыздар. Кеттік достар. 1 литр суымызды алып, 2 ас қасық күрішімізді салып, тұз қосып, баяу отта 40-45 минут қайнататын боламыз. Бұл қоспамыз біздің балалардың іші өткен кезде өте тиімді, тез әсер ететін емдік мақсаттағы қоспа болмақ. Бұл қоспаны бөлме температурасында салқындатып, 2 сағат сайын балаларға ұсынсақ, бірден бір ем болады. Бұл күріш қайнатпасының құрамы минералды заттардан, В, Е, С тобындағы дәрумендерден және асқазанның шырышты қабатын орап тұратын ұлпалардан тұрады. Енді құсу кезінде қолданылатын рецепт бойынша 1 стакан күрішімізді алып, кофе ұнтақтағышқа немесе блендерге салып, ұнтақтап аламыз. Содан кейін 1 литр суымызды құйып, тұзымызды салып, өте баяу отта жарты сағат қайнатып, ботқамызды дайындап аламыз. Ботқамыз дайын болғаннан кейін 2 сағат сайын 1 ас қасықтан ішіп отыруы керек. Барлықтарыңызға ем болсын. Егер диетада жүрген болсаңыздар, көжеге сүт немесе айран қосып ішсеңіздер болады. Видео ұнаған болса, лайк басып тіркеліп достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.